Биылғы жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әр орталық осы министрліктердің басшыларын баяғыда біз орталықтандырылған тек қана осы елордада ғана есебімізді өткізетін жылына бір рет. Енді қазір әр өңірге барып, міндетті түрде сол өңірдегі халықтың алдында есеп беру бойынша тиісті тапсырма берді. Сол тапсырманың шеңберінде енді мысалы біз оның алдында да барып жүргенбіз. Қазір одан сайын жүйелі барлық өңірлерге барып, мысалы кеше мен Түркістан облысына бардым. Әрине де енді бір-ақ күн жетпейді, үлкен облыс болғаннан кейін барып, 10-нан астам мектептерді өзім аралап, бірнеше аудандағы мектептерге барып, мұғалімдермен сөйлесіп, жағдайларын біліп, соның ішінде тек қана мұғалімдер емес, біздің салада енді қосымша қызметкерлері бар, еден жуушылары бар, басқа да колледждің қызметкерлері бар, директорлер бар, білім басқармаларын, білім бөлімдерінің басшысы, соның бәрімен сөйлесіп, одан кейін облыс орталығына барып, 500-ден астам халық қатысты, үлкен кездесу өткізіп, 3 сағатқа жуық осындай біздің тұрғындардың сұрақтарына жауап. Енді әрине де бір қынжылтатын көп мәселе нақты осы жергілікті деңгейде, сол директордың деңгейінде шешетін, әлде қалалық облыстық білім басқармасының деңгейінде шешетін мәселелер ол бір. Екіншіден көбінесе сол директор мен мұғалімнің арасындағы әлде жалпы кекілжіңдер, әлде жалпы мынау еңбек мәселесіне қатысты, сағат мәселесіне қатысты, сол осындай мәселелер, соттың шешімдеріне қатысты, еңбек инспекциясының шешімдеріне қатысты, міне сұрақтардың басым көпшілігі міне осы сұрақтар. Айтып отырмын ғой, неге мен қынжылтатын дегенім, өйткені әрине де мен барғаннан кейін бізге жалпы осындай бір жүйелі сұрақтар, осы нақты білім сапасына қатысты сұрақтар, міне осындай сұрақтар болса, ол бізге шешуге болады мәселелер. Енді нақты егер сотқа беріп, сотта ұтылықпаса, енді соттың шешімін қайта қарап беруге, ол министрдің мысалы деңгейінде шешілетін мәселелер, соны тек қана сот шешеді. Сол сияқты әртүрлі мәселелер әрине де құқықты білмеуіне байланысты көп мәселелер туындайды, бірақ десек те кейбір жүйелі сұрақтар да көтерілді. Соның ішінде мысалы мынау балабақшаларға мемлекеттік тапсырыс беру, сонда шын мәнінде сонда тәрбие алып жатпаған балаларға мемлекеттік тапсырыстың кетіп жатқаны туралы әртүрлі мәселелер, сыбайлас жемқорлық бойынша әртүрлі мәселелер қойылды. Бұл мәселелер бойынша біз міндетті түрде шара қолданамыз. Жақсы.